Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Жәннаттағы көрші Мұса пайғамбар Тур тауында жаратушымен тілдескеннен кейін: «Уа Раббым, маған жұмақтағы көршімді көрсетші» деп сұрайды. Аллах тағала оған: «Бәлен деген қалада бір қасапшы бар, сенің жұмақтағы көршің сол» дейді. Мұса пайғамбар мәңгілік көршісінің қандай сауапты істермен жәннаттық дәрежеге жеткенін білуге құмартып іздеп жолға шығады. Көп сапар шегіп, көршісі мекен ететін шаһарға келіп қасапшыны тапқанда: «Әй пәленше, мен саған құдайы қонақпын» дейді. Қасапшы бейтанысты көріп, кім екенін білмесе де құрақ ұшып: «О не дегеніңіз, Аллах разылығы үшін есігіміз қашанда ашық, кешкісін үйге жүріңіз» дейді. Күн батып, ақшам түскенде екеуі үйге бірге қайтады. Қасапшы жол жөнекей қолындағы дорбасы толғанша жейтін оны-мұны сатып алады. Шаңырағына келгеннен кейін: «Менің тағы бір асқақ қадірлі қонағым бар еді. Рұқсат етсеңіз, алдымен сол кісінің халін сұрап, жағдайын реттейін. Сіз сәл демала тұрыңыз» дейді де төсекке таңған кәрі дімкәс кісіні еппен тұрғызып, жас балаша аялап, күтімін жасап, киімін ауыстырады. Тамағын беріп, барлық қызметін атқарған соң оны бұрынғы орнына қайта жатқызады. Әлгі кейуана оған бірдеңе деп күбірлейді. Бұл болса әмин дейді де Мұса пайғамбардың жанына келеді. Оның іс-әрекетін бақылап отырған Мұса алейхиссалам одан: «Ас түсіне түсіп, сонша бәйек болдың, бұл кісі кім еді?» деп сұрайды. Қасапшы болса: «Бұл кісі менің анам. Мені өмірге әкеліп, кішкентайымнан бар ауыртпалығыма шыдап, мәпелеп өсірген қымбатты шешем. Қартайған шағында мен де қолымнан келгенше жақсы қарап, өзінің парызымды өтеудемін» дейді. «Анаң саған бір нәрсе деп күбірледі ғой, не дейді?» деп сұрайды пайғамбар. Әлгі үнем аузынан тастамайтын дұғасын айтасыз ба? Мен өзіне қызмет жасаған сайын разылық танытып, Аллах тағала сені жұмақта Мұса пайғамбармен көрші етсін деуден жалықпайды. Ондай дәрежеге жете алмасымды білсем де, көңілі үшін әмин деп қоямын» дейді. Сонда қасапшы күлімсіреп: «Осы кезде Мұса алейхиссалам, саған үлкен сүйінші хабарым бар. Сол Мұса пайғамбар менмін. Дұғамды Аллах тағала менің жұмақтағы көршімнің өзін екенін білдірді. Қандай сауапты ісі барын көрейін деп іздеп келгенім де сондықтан еді. Айтар ақылым: дәл осы қалбыңнан таймай, анаңның ризашылығын ала бер» деп анасын құрметтеген кең жүректі қарапайым қасапшыны шексіз қуанышқа бөледі. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.